Қазір көптеген блогерлер, журналистер, неше түрлі тәттелер, депутаттар қит етсе болды, дінге тиісетін болды. Байқадыңыздар ма? Әйтеуір имамдарға тиіседі, асыл дініміз осы исламға тиіседі. Байқасаңыздар, басқа дінге тиіспейді ғой. Жарайды деймін да, мейлі тиісіңдер. Ол тарихта болған дүние ғой, постоянно тиіседі ол. Мен ойлаймын да, мынаны қараңыздаршы, біздің қазақтың бір басына қиын кезде түскен кезде су тасқыны болды. Өткенде шөп шықпай жұт болды, ковид болды. Сол көздері кім халыққа қызмет етті, кім халықтың жанынан табылды? Біріншіден осы дінді ұстанған азаматтар, мұсылманмын деген жігіттер, барлығы осы қиын қыстауда ковидте жаңағы білесіздер, аппараттар таратты, дәрі-дәрмек таратты, азық-түлік таратты. Мына су тасқыны болған кезде барып дамбыларды бекітті, үйлер салып берді. Біздің қорларымыз бар, мысалы, қанша қорлар қызмет етті. Асарүме, Харекет қоры, біздің Салихалы ұрпақ қоғамдық қоры, мына блогерлер қанша қызмет етті. Мысалы, білесіздер, ал сіздер маған айтыңыздаршы, қанша атеист солар жиналып бір үй алып берді, қанша тәңіршіл жиналып халыққа азық-түлік алып берді, болмаса үй алып берді. Көрсетіңіздерші, біреуін көрсетіңіздерші. Жоқ қой, қараңыздаршы. Ал мысалы мынау бүткіл қорлардың, бүткіл осылай істеген блогерлердің барлығы қарасаңыз, осылай құдайға шүкір мұсылман баласы болғаннан кейін осының елім жерім деп қызмет етіп отыр. Сол үшін мынау дінді ұстанған кейбір апайлар, ағалар айтарымда, сіздер егерде дінді ұстанбасаңыздар, қойсаңыздар, діннен кіріздемей ақ қойыңыздар. Адамнан кіріздесеңіздер болады. Барлығымыз күнәһармыз, бәріміз пендеміз. Ал егерде өйткені керек кезде мысалы біз осылай дінді пайдаланамыз, адамдарды ауызбіршілікке шақырамыз, халыққа көмектесеміз. Ал енді тыныш заманда не жаман? Осы біздің ислам діні жаман деп